Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге менавазиннің пайдасы жөнінде ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Менавазиннің сіз білмейтін пайдасы. Менавазин өте арзан және пайдасы көп. Әр үйдің дәрі қобдишасында болуы керек. Оның пайдасы: радикулит кезінде мойынға, желке тұсына, омыртқаға жағыңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлай отырып, буындардағы тұздардың шегуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауруы, тіс мазаласа, құлақтың айналасына күніне 2 рет жағу керек. Аяқтарыңыз ауырып мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне 1 мезгіл табан мен тізелеріңізге жағыңыз. Менавазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Безеуге миникопресс жасауға болады. Егер бас ауруы мазалап жүрген болса, менавазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз. Менавазин геморройға да көмектеседі. Таңертең жуынып болған соң сұқ саусағыңызға бинт орап алыңыз. Оны менавазинаға батырып, тік ішекті бір сүртіп майлап шығасыз. Қатты ауырады, бірақ шыдамдылық қажет. Осы процедураны 5 күн қайталағаннан кейін геморройды мәңгіге ұмытасыз. Суық тиіп жөтел мазаласа, денеңізді менавазинмен сүртіңіз. Арқа мен кеудені аталған препаратпен сылап, кейін бірден жылы орамал немесе жүн свитер киіңіз де жылы төсекке жатыңыз. Еріндегі герпес, мақта дискісін менавазин ерітіндісіне малып алып, ауру аймағына басып тұрыңыз. Герпестің орнына менавазин жақпа майын жағуға да болады. Құлақ ауруы: мақтаны спиртті ерітіндімен сулап, құлаққа күніне 2 рет 15-20 минутқа жағыңыз. Венаның варикозды күйнеуі кезінде менавазинді пайдалану аяқтағы ауырсыну мен ауырлық сезімін жояды. Ісінуді азайтады. Ерітіндіні табаннан жоғары қарай жеңіл қозғалыстармен жағу керек.